Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті каналдың жазылушылары. Бүгін информатика Қазақстан чатында бізде сұрақ болған 10 класстың кітабы бойынша, яғни қателеспесем IP адрестеу, сол туралы бұрында видео түсіреміз деп жүргенбіз. Сол бүгін сәті келіп тұрған сияқты. Видео өте қысқа болады. Біз 10 минуттың ішінде түсіріп үлгереміз деп ойлаймын. Негізгі мәселелерді айтамыз, әрмен қарай тереңдемейміз, өйткені уақыт қысқа болып тұр. Сонымен IP адрестеу жалпы желі туралы қысқаша айтып көрейік. IP адрестеу отырғанымыз не? IP адрестеу отырғанымыз, бұл білесіздер, өздеріңіздер білетін болуларыңыз керексіздер деп ойлаймын. Яғни желідегі кез келген хост деп атаймыз. Хост деп отырғанымыз. Қазір басынан бастап айтқанда, IP адрес деп отырғанымыз бұл желідегі кез келген хостты адрестеуге арналған қайталанбайтын, егер бұл интернетте болатын болса, яғни ауқымды желі болатын болса, қайталанбайтын адрес. Егер жергілікті желі болатын болса, бір желінің ішінде, яғни бір подсеткінің ішінде қайталанбайтын адрес. Жаңа хост дейтін сөзді айтып қалдық, яғни жазылуы хост. Орысша кириллицамен жазатын болсақ, ағылшынша жазатын болсақ, хост деп отырғанымыз бұл желідегі адрестеуге келетін кез келген құрылғы. Негізінде біздер желі туралы айтқан кезде компьютер тағы тұр. Компьютермен көбінесе айналып шыға алмай қаламыз. Негізінде олай емес. Желіге бізде компьютерлерден де басқа әртүрлі құрылғылар қатысуы мүмкін. Мысалы, маршрутизатор, коммутатор деген сияқтылар. Модем барлығы бұл желі құрылған. Яғни олардың барлығын біздер бір сөзбен, яғни хост деп айтуымызға келеді. Сонда желідегі адрестеуге келетін кез келген құрылғы бұл хост. Әрмен қарай IP адрес туралы IP адрес деп отырғанымыз бізде интернет протокол дейтін қысқартылған сөз. Яғни IP адрес деп отырғанымыз интернет протокол адрес дегенді білдіреді. Негізінде бұл сабақты біздер түсініксіздеу болайын деп тұр. Шын айтсақ, өйткені белгілі бір кітап болатын болса, сол кітаптың біздер қазір 2 бетін ғана айтайын деп тұрмыз. Оған дейінгі алдыңғы беттері бар және одан кейінгі артқы беттері бар. Сондықтан әрмен қарай сіздерге қызық болатын болса, немесе өздеріңізге қажет болатын болса, қарауларыңыз керексіздер, оқуларыңыз керексіздер, Википедиядан тағы басқа жерлерден. IP адрес деп отырғанымыз кеттік. Бұл бізде екіге бөлінеді. Бірінші версиясы бойынша әртүрлі бізде признак дейміз ғой, әртүрлі қасиеттер бойынша бөлінеді. Бірінші бөліну варианттары бойынша немесе версиялар бойынша. Бірінші ол IPv4, яғни интернет протокол версия 4, немесе интернет протокол версия 6. Біздің қазіргі әрмен қарай болатын барлық әңгімелеріміз осы 4-ші версия. Неге 4? Өйткені бұл адресте бізде 4 байт орын бөлінеді, сондықтан 4. Неге 6? Бұл адресте бізде 6 байт орын бөлінеді, қателеспесем, әрмен қарай қарау керек. Бұл бірінші признакі бойынша бөлу. Келесі екінші признакі болатын болса, IP адрестер бізде жалпы адрестер бізде болуы мүмкін, статикалық адрестер болып бөлінуі мүмкін, яғни динамикалық адрестер болып бөлінуі мүмкін. Статикалық адрестер, яғни статический адрестер болатын болса, өзгермейтін адрестер. Бұлар веб-серверлерде әртүрлі қызмет ұсынатын серверлерде беріледі, өйткені ол серверлерді біздер желіден тауып алуымыз керекпіз. Тұрақты адрес болу керек, өзгермейтін адрес болу керек. Динамикалық адрес деп отырамыз, оған қарама қарсы, динамикалық түрде өзгеріп отыратын адрестер. Әрмен қарай біздер IP адрес деп отырғанымыз екі бөліктен тұрады. Бұл IP адрестің өзі екі бөліктен тұрады. Мынандай бөліну деп ойлап қалмаңыздар. Біріншісі бұл желінің адресі. Екіншісі бұл хосттың адресі. Яғни осындай екі бөліктен тұрады IP адрес. Егер біздер қазір жергілікті жері туралы әңгіме айтатын болсақ, онда мысалы мынадай бір адрестер болуы мүмкін. Мысалы 192.168, мысалы 1, кез келген мысалы 56 дейтін адрес болса. 56.
Так, егер осы IP адрес бізде екі бөліктен тұратын болса, яғни желінің адресінен тұратын болса, және хосттың адресінен тұратын болса, яғни адрес сет және адрес хастары, бізде сұрақ туындайды. Бұлар қай жерден бөлінеді? Бұлар қай жерден бөлінеді? Дәл осы сұраққа жауап беру үшін біздер тағы бір қосымша сұрақ қоюымыз керек болады. Яғни мына желінің және хосттың адресінен бөлу үшін маған маска под сети дейтін бар. Маска под сети. Маска сабнет, яғни саб под, қазақша желінің ішіндегі желі болатын шығар. Под сети. Бұған дейінгі желілердің дамуы бойынша 91 жылға шейін бізде желінің және хосттың адресін беру үшін бізде класс бойынша бөліп қойды. Яғни A классы, B классы, S классы дейтін класстар бар. Яғни мысалы D классында немесе S классында өзіне белгілі бір диапазондар бар. Одан кейінгі компьютерлердің дамуына байланысты бізде бесклассовый адресация шықты. Бұл ағылшынша бізде былай айтылады, үлкен әріптермен сидр. Яғни бізде бұдан кейін уже D, A, B, S деп класс деп бөлмейміз. Барлығын бізде маска под сети анықтайды. Яғни маска под сети деп отырғанымыз бұл желінің адресі қай жерде және хосттың адресі қай жерде екендігін көрсететін белгілі бір мәліметтер. Енді маска под сети бізде 4 байт орналасады. Әр байтқа 4 октетке бөлінген октет. 4 октетке бөлінетін болса, әрбір октет бізде 1 байт орналасады. Мысалы, маска под сети көбінесе жергілікті желі болатын болса, мынадай түрде келуі мүмкін. 255, 255, соңы 0. Маска под сети өте бір жақсы өзінің бір белді қасиеті бар. Маска под сети деп отырғанымыз ол сол жақтан қатарынан бірлер келу керек, және оң жақтан үзіліссіз қатарынан нөлдер келу керек. Осы нөлдер мен бірлердің шекарасында бізде жаңағы айтқан желінің адресі мен хосттың адресі жүреді. Қазір мына записьте қарайтын болсаңыздар, мына жазбаны қарайтын болсаңыздар, ешқандай 0 мен 0 мына жерде бар, ешқандай 1 жоқ. 1-ді қайдан аламыз? Мана сіздерге 4 байт деп айттық та, яғни мына точкалерден, нүктелерден бөлінген нәрсе бұл бізде 1 байт. 1 байт сіздер білетін шығарсыздар 8 биттен тұрады. Бит деп отырғанымыздың өзі бұл бізде 0 мен 1 деген сөз. Яғни 1 бит деп отырғанымыз я 0, я 1 деген сөз. Егер мынау 8 бит болатын болса, немесе 1 байт болатын болса, мен бұл аралықта 8, 0 жазаламын деген сөз. Ең кішкентай шама, ең үлкен шама, түсінікті шығарда 8, 1 жазалатын деген сөз. Мына жерде де солай, мына жерде де солай, мына жерде де солай. Әрмен қарай осыны жетілдіретін болсақ, яғни мысалы 255-ті сіздер жіктеулеріңіз керек болады екілік жүйеге. Екілік санау жүйесіне. Енді бұл жерде санау жүйесі туралы видео емес, бұл жерде желі туралы видео, сондықтан мен қысқаша қалай тез айналдыруға болатындығы туралы сіздерде білулеріңіз керек, сіздерде ойлаймын. Әдіс. Ең тез айналдырудың оңай жолы біздер мына 255, яғни белгіленген кез келген санды біздер 2-нің дәрежесіне жіктейміз. 2-нің дәрежесіне жіктейміз. 2-нің дәрежелерін тездетіп жаза қояйық. 0 дәрежесі 1, 1 дәрежесі 2, 4, 8, 16, 32, 64, әрмен қарай 128. Осы жерге шейін жарайды, әрмен қарай 256 бізге керек емес, 255-тен асып кетеді. 255-ті біздер 2-нің дәрежелеріне жіктейтін болса, қараңыздар, мен 128-ден алуым керек болады. 128-ден алатын болсам, пока плюс қойып қояйын. 255-тен 128-ді алып тастайтын болсам, шығу керек 127 шығу керек, қателеспесем. Әрмен қарай 127-ні мен 2-нің дәрежелеріне әрмен қарай жіктей береді, былай қарай. 127-тен аспайтын 2-нің ең үлкен дәрежесі келесі 64. Оғанда плюс қойып қояйын. 127-тен 64 алатын болсаңыздар, сіздер 63 шығады. 32-тен 1 лет аласыз, 31 қалады, 16-дан 9 қалу керек.
8-ден 1 рет аламын, бұдан кейін 4 реттен 1 рет аламын, 2-ден, яғни 1-ден, яғни барлық мына жерде 2-дің дәрежелерін алып шығамын. 128-ден алатын болсам, бұл жерге мен 1 рет алдым деген сөз, яғни 1 қоямын. 64-ден 1 рет алдым, 1 қоямын. 32-ден 1 рет алдым, 16-дан алдым, 8-ден алдым, 4-ден алдым, 2-ден алдым, 1 рет алдым. Яғни 255 деп отырғанымыз бұл екілік жүйеде жазатын болсақ, яғни 8 1-ді білдіреді. 8 1-ді білдіреді. Жаңағы маска подсетиді жазатын болсақ, яғни біздегі мына берілген 255, 255, 255, 0 дейтін адрес жазатын болсақ, қараңыздар. Мынау деп отырған 8 1. Төртеу 8. Мына жаққа да дәл осылай. Мына жаққа да дәл осылай. 0 деп отырған екілік жүйеде де 0. Манағы ереже бойынша, маска подсетидің ережесі бойынша, яғни бірлер мен нөлдердің шекарасы, яғни мына жерде 8 1 болады, түсінікті, барлығы жазбай қояйын. Нөлдер мен бірлердің шекарасы бұл бізде мына жақ бірлер жақ желінің адресі болып келеді. Желінің адресі яғни. Мына жақ хосттың адресі болып келеді. Хосттың адресі болып келеді. Манағы IP адресті есіңізге түсіретін болса, яғни 192.168.1.56 болды. 56 болатын болса, және мына жақтан параллельдер жүргізетін болсақ, точкалардан параллельдер жүргізетін болсақ, әрбір биттерді былайынан бөлетін болсақ, мына жерден бөлінеді, мына жерден бөлінеді, және мына жерден бөлінеді. Өйткені мына жақта бір ғана жазылып тұр, 255-ке шейін жаза аласыз деген сөз. Онда қараңыздар, желінің адресі менде мына жағы, және плюс тағы бір нәрсе болады, қазір айтамыз. Мына жағы бізде бұл хосттың адресі деген сөз. Желінің адресі егер мынадан анықтайтын болсақ, бізде арнайы формуласы бар, ол қазір ол формуланы көрсетем. Қысқаша түрде 192.168.1.0 ол бізде желінің адресі. Хосттың адресі, яғни хосттың адресі бізде мына жақта 56. Қалған тек 56. Әрмен қарай тағы да түсінікті болу үшін кейбір мысалдарды қарап көрейік. Сонымен қатар бізде маска подсети арқылы біздер екі әртүрлі хосттың жергілікті желі бойынша бір подсетиде, яғни бір желіде, желінің ішіндегі желіде жатыр ма, жатқан жоқ па, соны анықтап алуымыз болады. Мысалы, дәл жаңағыдай адрес алайық, мысалы 192.168.1.56. Сонымен қатар маска подсетидің мынадай бізде жазбасы бар, мынадан кейін сіздерде мынадай слэш қойылса, және 24 қойылуы мүмкін. 24-тен де басқа да цифрлар болуы мүмкін, қазір бізде айтамыз. Әрмен қарай екінші адрес 192.168.1 болсын, мысалы 156 болсын. Бұл да 24-ші маска. 24-ші маска деп отырған, бұл қандай маска? 24-ші маска бұл бізде мынадай адресті білдіреді, 255.255.255.0 деген сөз. Неге? Өйткені 24 деп отырғанымыз, қараңыздар, мынау мана бізде айналдырған 255-ін 8 1 болды. Мына жақтан 8 1 шықты. Мына жақтан да 8 1 шығады. Егер мыналардың барлығын қосатын болсаңыздар, 8 бұл бізде 24 білдіреді. Сонда 24 деп отырғанымыз бұл екілік жүйедегі маска подсетидегі бірлердің саны деген сөз. Әрмен қарай бізде 0. Көріп тұрсыздар ғой. Яғни 255 0 деп шұбыртып жазбасы үшін бізде мынадай қысқаша жазбасы да кездесуі мүмкін. Яғни бұл 24-ке сәйкес келеді. 24-ке сәйкес келетін болса, біздер мына бұны бөлдік. Яғни шекарасы мына соңғы мына жерден мына октеттен өтеді. Соңғы октеттен өтеді. Өйткені мына жағының барлығы бір. Егер осыны біздер мына жақтан параллель жүргізетін болсақ, 255.255.0 параллель жүргізетін болсақ, бізде шекарасы соңғы нүкте арқылы өтеді. Соңғы нүкте арқылы өтетін болса, қараңыздар. Бірінші IP адрестегі желінің адресі бұл бізде 192.168.1.0 деген сөз. Екінші адрестің
IP адрестің желінің адресі ол жақтағы 192.168.1.0. Егер осы екі желінің адресі бір-бірімен сәйкес келетін болса, онда мына екі адрес IP адрес бір желіде жатыр дегенсіз. Бір желіде жататын болса, сіздерде ол жақта енді кабель барлығы дұрыс болатын болса, сіз бұлардың арасында байланыс орната аласыз дегенсіз. Көп жағдайда сіздерде жергілікті желі болатын болса, ешқандай артық өздеріңіз баптау жасамайтын болсаңыздар, онда масканың адресі бізде 24 болып түседі. Кейбір жағдайларда бізде мынадай болуы мүмкін, масканың адресі 24 емес, мысалы 25. Дәл мысалы мынадай адрес 192.168.1.56.25. 25 деген сөз, бұл деген мынадайға сәйкес келеді деген сөз. 255 болады, 24 0 болды. Маған 1 0-ді қосуымыз керек. 1-1-ді қосуымыз керек. 1-1-ді қосқан кезде мен мына жаққа 1 деп жаза алмаймын. Өйткені бұл жақта менде айттым, мана 8 бит дедім. Яғни барлық 8 бит бізде толық болу керек. 8 бит толық болу керек болатын болса, онда мен былай жазуым керек болады. Соңғы активті мен ашып жазайын. Яғни 1 0 0 0 0 0 3 4 7 да, мынадай. Яғни 1 қалғандардың барлығы 0. Егер мұны мен ондық жүйеге, өзімізге түсінікті жүйеге айналдыратын болсам, төбесінен дәрежелерін саламыз. 0-ден басталады. 1. Ең соңғысы 7-ге келу керек. Яғни келесі 2 көбейтілген 1-дің 7 дәрежесі деген жоқ. Мыналардың ешқайсының бәрі әсері жоқ, бәрі 0-ге көбейтілген болады. Бұл деп отырғанымыз қателеспесем 128. Демек 25-ші адрес деп отырғанымыз бұл біздің мынадай маскаға сәйкес келетін, яғни 255, соңғысы 128 болады дегенсіз. 128 болады. Енді қараңыздар, бұл жағдайда бізде яғни желі мен хосттың адресі сіздер 128-ді бөле алмайсыздар. 128-ді манағыдай біздер екілік жүйеге айналдырамыз, екілік жүйеге бізде айналып тұр. Яғни желінің адресі мына жерден өтеді деген сөз, хосттың адресі былай қарай деген сөз. Енді қараңыздар, манағыдай біздер параллель жүргізе алмаймыз. Өйткені 156 болды. Өйткені бізде желінің адресі мына 56-ның ішінен өтіп жатыр, және 156-ның ішінен өтіп жатыр. Яғни мына активтік шекарасынан емес. Демек, біздер не істейміз? Біздер мына 56-ны екілік жүйеге айналдыруымыз керек, және 156-ны екілік жүйеге айналдыруымыз керекпіз. 56-ны екілік жүйеге айналдыратын болсам, 2-ның ең үлкен дәрежесі 56-ны жазылатын бұл 32. 32-ден кейін 16 плюс 56 48 болады деген сөз. 48-ден 56-ны алып тастайтын болсақ 8 болады деген сөз. Демек 1 әрмен қарай 4-тен алған жоқпын 0, 2-ден алған жоқпын 0, 1-ден алған жоқпын 0. Мана айтқандай, мен енді бұндай қылып запись жаза алмаймын, жазба жаза алмаймын, өйткені мына жерде қазір 6 байт тұр. Жетпеген байттарды біздер алдына қосамыз, яғни 2 байт бізде жетпей тұр. 0. Келесі 156-ны айналдыратын болсақ, 156 бізде 2-ның ең үлкен дәрежесі 126 болады. Бізде 128-ден алуымыз керек болады. 128-ден 156-дан 128-ді алып тастайтын болсақ, 28 қалу керек, қателеспесем. 28 болады. 28 деп отырғанымыз бізде 16-ны жазамыз. 16. 28-ден 16-ны алатын болсақ 12, 18-ден жазуым керек, және 4-тен жазуым керек болады. 156 қосып керек, 20, 148, 156. Демек, 28-ден 1 рет алдым деген сөз. 28-ден әрмен қарай 64 бар, 64-тен алған жоқпын деген сөз. Әрмен қарай 32 бар, 32-ден алған жоқпын, яғни 0 жазам ол жерге. 16-дан 1 рет алдым, 8-ден 1 рет алдым, 4-ден 1 рет алдым, 2-ден алған жоқпын, 1-ден алған жоқпын. 1-ден алған жоқпын, яғни 0. Биттердің санын санайық, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
яғни барлығы жетіп тұр деген сөз. Ешқандай нөлді қосудың алдына қажеті жоқ. 8 битке толды. Мана маскаға қайтып келейік. Біздің маскамыз 28 мынадай болған. Басып кетпеңіздер. Яғни шекарасы бірінші биттен өтіп жатыр деген сөз. Бірінші биттен өтетін болса, яғни біздер мынадай бір параллель жүргіземіз, яғни көрсетіп тұрғанда. Мынау деп отырған біздің 56-ға сәйкес келеді. Анаған айналдырып. 156-ға сәйкес келеді екіншісі. Яғни бірінші биттен параллель жүргізесіздер. Енді мына сұраққа жауап береміз. Осы бойынша желінің адресі екі IP адрестегі бірдей ме? Яғни бірінші желінің адресін қараңыздар, былай болады. 192.168.1 мына жақта 0 көрсетіп. Келесі екінші IP адрестегі желінің адресі бұл 192.168.1 және мына жақта қараймыз 1. Қараңыздар, екеуі бірдей ма? Егер екеуі бірдей болмаса, онда екеуі екі түрлі подсеткіде, яғни желінің ішіндегі желіде жатыр деп айтамыз. Әрмен қарай негізінде бұдан да басқа түсініктер бар. Мынадай бізде сұраққа, өте маңызды сұраққа жауап беруіміз керек болады. Адресация бөлген кезде осы желідегі адресте, яғни осындай желінің адресіне біздер қанша хостқа, мысалы, қанша хостқа IP адрес бере аламыз. IP адрес білесіздер, өздер 4 байт болатын болса, бұл деп отырғанымыз 2-ның 32 дәрежесі -2 деген сөз, яғни 4 миллиард нәрсе деген болады. Қазір оны көрсетемін. Әрмен қарай негізгі мынадай сұраққа жауап берейік. Яғни мынадай қараңыздар, былай 24-ші маскіде, яғни мынадай 255, тағы да 255, 0 деген сөз да. Бұндай маска подсетиде қанша хостқа, қанша компьютерге деп олай, қанша компьютерге бір IP адрес бере аламыз. Мына маскіде бізде барлығы соңғы октет бойынша жүреді, октеттің шекарасы бойынша. Яғни соңғы октеттің шекарасы бойынша жүретін болса, яғни қалған бір октет, бір байт, бұл бізде хосттардың адресі. Бұл соңғы бір байтта, яғни 8 бит бар. 8 биттен біздер не жасай аламыз? 8 биттерде біз жаза аламыз, ең кішкентай сан 8, 0 деген сөз, ең үлкен сан деп отырғанымыз, ол 8, 1 деген сөз. 8, 1-ді алатын болсақ, 8, 1-ді біздер білеміз, 255 деген сөз. Яғни мынауымыз 0-ге сәйкес келеді, мынауымыз 255-ге сәйкес келеді. Демек, соңғы октетте, яғни соңғы 4-ші байтта біздер 0-ден бастап 255-ге шейінгі кез келген санды жаза аламыз. Бірақ біздер бұдан екі адресті шегеруіміз керекпіз, яғни -2. Неге екі адрес? Бірінші адрес деп отырғанымыз манағы адрес сети, желінің адресі. Екінші адресіміз бұл бізде broadcast дейді, широковещательный запрос, немесе қазақша кең ауқымды желінің адресі деп аударылған ау деймін, қателеспесем. Broadcast десеңіздер болады. Broadcast не үшін қажет? Широковещательный запрос не үшін қажет? Мысалы, ойлап қараңыздар, сіздер локалды желіде, яғни жергілікті желіде, мысалы өздеріңіздің компьютерлеріңізге белгілі бір IP адрес берейін деп жатырсыздар. IP адрестің барлығын жаздыңыздар, ана жақта интерфейсте OK батырмасын бастыңыздар. OK батырмасын бассаңыздар, сіздерде белгілі бір процестер жүреді, өте қызықты процестер ол жақта жүріп жатыр негізінде. Қысқаша бір сөйлеммен айтатын болсақ, сіздің қазіргі компьютеріңіз желідегі барлық компьютерлерге арнайы сұраныс жіберіп жатыр. Яғни ол сұраныстың мәтіні былай болуы мүмкін. Сөзбен айтатын болсақ, яғни мен мынадай адресті алайын деп жатырмын. Сіздердің араларыңызда осындай адреспен компьютер бар ма? Яғни ол адрес бос па? Егер ол адрес бос болмайтын болса, онда сіздерге беріп көрсеңіздер де болады, сіздерге қате шығады, яғни конфликт IP адрестер. Егер бос болатын болса, онда сіздің компьютеріңіз сіз берген IP адресті алады.
Бұнда broadcast деп отырғанымыз, яғни широковещательный запрос деп отырғанымыз, бұл желіде белгілі бір компьютерге немесе хостқа адрестелмейтін, яғни адрестеледі, бұл барлық хостқа, яғни сол желінің ішіндегі барлық хостқа адрестелген қандай да бір сұраныстар. Ол сұраныстар негізінде өте көп болады желінің ішінде. Ең қарапайым IP адрес беру. Берген кезде широковещательный запрос. Немесе мысалы бір желінің ішінде компьютерлер бір-бірін іздеуі мүмкін. Мысалы бір принтерлер тағы да бір нәрсе болатын болса, бұл жақта да сондай широковещательный запростар көп жүр. Мен мысалы мынадай IP адресті компьютерде іздеймін, сіздердің араларыңызда солар бар ма? Егер бар болатын болса, оған жеке өзіне жауап келеді. Әрмен қарай екеуі бір-бірімен жеке қарым-қатынас. Оған дейін оларды табу үшін ол барлығына бір сұраныс жіберіп шығу керек. Енді тағы да екі адресті алып тастаймыз, сонда бізде 256-дан қайтып келетін болсақ, яғни 0-ден бастап 255-ге шейін 256 сан жаза аламын. Демек, екі адресті алып тастайтын болсам, яғни 254 хостқа мен IP адрес бере аламын. Бірінші адресін, жаңа екі адрестің біреуі айттық, адрес сетеге кетеді, екіншісі broadcast. Широковещательный запрос. Енді осы адрес сетемен, яғни желінің адресін, широковещательный запростың адресін қалай анықтауға болады? Соны қарайық. Оның арнайы өзінің формуласы бар. Ол формула бізде, қараңыздар, желінің адресі бұл деп отырғанымыз тең болады. Осы желіде кез келген хосттың IP-ін біздер масктың адресімен салыстырып көреміз. Егер end деп отырған және, яғни көбейту. Егер көбейткен кезде бір мәндер шығатын болса, бұл бізде желінің адресі деген сөз. Ал широковещательный адресті, яғни кең ауқымды желінің адресін біздер мынадай формула бойынша аламыз деген сөз. Осы желіде кез келген хосттың IP-ін біздер қосуымыз керек терістелген маскының адресін. Мына подсеткіде, мына ардыларыңызға көрсетілген подсеткіде, мысалы 24-ші подсеткіде бізде желінің адресі IP адреске тең болады. IP адреске тең болған кезде қалай? 192, 168, мысалы 156 болған кезде бұл деп отырғанбыз. Желінің адресі 192, 168, 10 болады. Широковещательный запростың адресі бұл деп отырғанбыз. 192, 168, 255 болады. 255 болады деген сөз. Қалған осы диапазондардың арасында барлық адрестерді сіздер хосттың адресі ретінде пайдалана аласыздар. Сонымен қатар мен сіздерге мынадай бір информация, ақпараттар дайындаған. Қараңыздар, жергілікті желіге арналған адрестер. Яғни интернетте бұл адрестер кездеспейді деген сөз, тек қана жергілікті желіде, локальный сетте арналған адрестер. 10.0.0.8 маска болады. 8 болатын болса, бұл уже түсінікті. Тек қана 8 бар деген сөз. Яғни 255, 0, 0 және 0 деген сөз. Немесе дәл осы сияқты 12 мынадай адрестер бар екен. Бұлар тек жергілікті желіде ғана кездеседі. Сонымен қатар бізде хосттың ішкі қолдануына арналған адрес бар. Бұл адрес яғни 27001, немесе бұл адресті біздер атаймыз local host, локальный хост. Так, әрмен қарай 169.254 1 мен 0-ден 169.254.255 адреске дейін бұл бізде арнайы адрестер деп аталады. Яғни DHCP сервері болмаған жағдайда хосттың автоматты баптау үшін, автоматический настрой жасау үшін. Бұл не үшін қажет? Мысалы, сіздерде желілеріңіз екі компьютерде бір-бірімен байланыстырғыларыңыз келуі мүмкін. Ешқандай желі жоқ, мысалы, табиғат аясында, мысалы, серуендеп жүрсіздер деп айтайық. Ешқандай сервер, ешқандай желі, ештеңе жоқ. Бірақ компьютерлерді қалай байланыстыруға болады? Бұл кезде компьютерлер автоматты бізде 169-дан басталатын, 254-тен басталатын кез келген бір адрес алады. Яғни Dynamic Host Configuration Server болмаған кезде.
солай сіздер екі компьютерді бір-біріне жалғап қосуларыңызға болады. Яғни мына DHCP деп отырған Dynamic Host Configuration Protocol, яғни динамикалық IP адресті таратуға арналған сервер. Так, тағы не айтамыз? Негізінде айтатын нәрселер өте көп желі бойынша. Так, тағы да сіздерге бір нәрсе айтамын деп ойлаған. Сонымен тағы да бір естеріңізге қайталап жіберейін. Ұмытып қалсаңыздар. Қараңыздар, кез келген бір адрес аласыздар. 192.168.1 мысалы болсын 56-тан басқа адресler. Келесі 192.168.1.121 де алайық. Маскамыз енді бізде не стандартный болсын, 24 болмасын, 25-ші болсын. Мына жақта 25. 25 болатын болса түсінікті. Оны сіздерге көрсеттім, яғни 255 24 болды. Келесі бізде ашып жазатын болсақ, ашып жазбайтын болсақ 128 болады. Егер ашып жазатын болсақ 128-ді, онда 1 қалғандары 7 бит 0 болады. 6-7. Шекарасы мына жерден өтіп, бірінші биттен өтіп жатыр. Енді қараңыздар. Бірінші IP адрес, екінші IP адрес. Бірінші IP адресті мұна біздер анықтадық, естеріңізде болатын болса, ол желінің IP адресінің желісінің адресі, яғни 192.168.1.0 болды. Яғни 56-ның екілік жүйеге айналдырасыздар, екілік жүйеге айналдырған кезде қателеспесем былайша болу керек, яғни 56-ны 32-ден бірлет аламын деген сөз. 56-дан 32-ні алып тастайын. 24 қалады деген сөз, яғни 16-дан бірлет алам, әрмен қарай 8-ден бірлет алам. Бұл үшеуін қосатын болсам, яғни 32, 16, 8-ді қосатын болсам 56 шықты. Демек, әрмен қарай 4-ден алмайым, 2-ден алмайым, 1-ден алмайым. 6 бит болып тұр, алдына біздер 2 бит қосуымыз керекпіз. Келесі 121-ді аңтарып көрейік. 121-ді жазу үшін маған екінің ең үлкен дәрежесі 64 қажет болады. 64-ден бірлет алам деген сөз. 121-ден есептеп жатпай-ақ қояйық. Қате кетіп қалуы мүмкін. 121-ден аламыз 64-ті. Шығады 57. 57-ні біздер екінің ең үлкен дәрежесі жаза аламыз, яғни 32-ден бірлет алуым керек болады деген сөз. 57-ден мен алып тастаймын 32-ні. 25, демек 16-дан бірлет алам. 25-ден алам 16-ны 9, демек 8-ден бірлет алам деген сөз. 9-дан алатын болсам, тек қана бір ғана қалады, демек 4-ді алмайым деген сөз, өйткені 4 асып кетеді. 2-ден алмайым деген сөз, 2 асып кетеді, 1-ден алам. 1-ден 1-ді алатын болсақ 0 қалады, яғни 121-ді біздер шектеп. Санаймыз, қанша бит болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни жетпей тұрған битті алдына қосамыз. Жетпей тұрған битті алдына қосатын болса, қараңыздар, шекарасы мына жерден бөлінеді деген сөз. Мынаның шекарасы мына жерден бөлінеді деген сөз. Егер біздер бірінші желінің адресі мынадай болатын болса, екінші IP адрестегі желінің адресі онда дәл осындай болады. Өйткені қараңыздар, 192.168.1 мына жаққа келеді. Мына маска подсетеде ең соңғысында бізде бірінші биттен бөлінеді. Демек, егер екеуінің желісінің адресеті бірдей болатын болса, онда екеуі бір подсеткіде жатыр деген сөз. Яғни мына жаққа қараңыздар, мына 0, бізде тең мына 0-ге. Көріп тұрсыздар ғой, екеуі бір желіде жатыр. Сіздер екеуінің арасында қарым-қатынас орната аласыздар деген сөз. Енді бұның широковещательный запросы қалай болады деген сөз. Широковещательный запрос бұл жағдайда шамалы басқаша болады. Мынағыдай бізде 255 болмайды, өйткені қазір сіздерде екі желі пайда болып тұр, екі подсетка пайда болып тұр, біреуі 0-ші желі. Екінші желі, яғни мына жерден берілетін болса, ол түсінікті. Екінші мынадай маскамен екінші сіздер желі бере аласыздар. Ол желінің адресі мынадай болады. 192.168.1.1
168 1 жаңағы соңғы мына жақта біздер 0 жазып аламыз, 1 жазып аламыз. Мына біздер 0 болды, енді 1 деген сөз. Келесі желінің адресі 1. 192.168 1. Яғни мына желідегі кешіріңіздер, әрмен қалай жалғастырайық. Так, мына жерде 1 болған кезде бұл 1-нің өзі түспейді. Сіздер шатаспаңыздар, қазір мына жерден шатасып кету өте оңай, өйткені 0 мен 1-лер өте көп. Мына жерде түскен кезде қараңыздар, тек біздер 1-дің өзін алмаймыз, және барлық 8 биттің барлығын аламыз. Қазір тек біздер 1-ін ғана алып тұрмыз. Егер мына 8 битті қайтадан 10-дық жүйеге айналдыратын болсаңыздар, бұл жерден шығады 128 дейтін шығады. Оны айналдырып қойған болады. Яғни екі желі шығады. Екі желіде біздерде біреуінің адресі 192.168.1.0, бұл желінің адресі. Екінші желінің адресі 192.168.1.128. Енді маска широковещательный запростың адресі қалай болады? Бірінші желіде бұл 127 болады. Яғни 192.168.1.127. Екінші желідегі широковещательный запростың адресі бұл 255 болып қалады. 255 болып қалады. Демек, қараңыздар, яғни 0 мен 127-нің аралығында сіздер кез келген хостқа IP адрес бере аласыздар деген сөз. IP адрестерді ала аласыздар деген сөз. Екінші подсеткіде, яғни бөлінген подсеткіде бізде 128-ден 128-дің өзін алмайсыздар. 129-дан бастап 254-дің өзін қоса алғанда хосттарға IP адрес бере аласыздар. Біріншісінде де дәл солай, яғни 0-ді алмайсыздар, сіздер түсініп қойды, 1-ден бастап аласыздар және 127-ге дейін ғана аласыздар. Яғни сіздерде 4 IP адрес, бұл былайша айтқанда қызметтік мақсатта алынып тұр деген сөз. Өте ұсақ желіге, яғни подсеткілерге бөле беретін болатын болсақ, мұндай қызметтік мақсатта алынған IP адрестердің саны көбейе береді, хосттарға адрестер азая береді. Яғни маска мына жақта көбейген сайын. Сонымен қатар маскалар тек қана 24 немесе 25 болады деп ойлап қоймаңыздар. Маскалар кез келген ұзындықта болуы мүмкін. 17, 16 тағы басқа. Яғни 16, 17 бір бар, қалған 17-нің 32-нің қалғаны 0 деген сөз. Немесе 18, 19 солай кете беруі мүмкін. Немесе қараңыздар, маскамен шатасып қалатын тағы бір жолы, мысалы 121 дейтін маска болмайды. Неге? Өйткені 121-ді сіздер екілік жүйеге айналдыратын болсаңыздар, бұл 0-дер мен 1-лер алмасып келеді. Оны айналдырып көрген кезде, мысалы мынадай болып келеді. Масканың өзінің ережесі бойынша 1-лер подряд, яғни үздіксіз келу керек, мына жақтан, сол жақтан 0-дер, оң жақтан үздіксіз келу керек. Сіздер сонда 1, 1, 0 деген осындай маскаларды бере аласыздар деген сөз. Тағы айтатын не бар? Бір минут. Сіздерге тағы да бір нәрсе айтамыз деген негізінде 5-10 минутқа сыямыз деп ойлағанбыз, 5-10 минутқа сыймаған сияқтымыз. Бұл туралы қайдан қарауға болады? Ең бірінші әрине Википедия IP адрес десеңіздер, барлығы осы жерде жазылып тұр, ешқандай бір ауадан алып жатқан ештеңеміз жоқ. Барлығы осы жерде көрсетілді. Мысалы, манағы информацияның өзі осы сайттан алынған, Википедиядан алынған. Так, әрмен қарай сіздерге басында есептеулер қиындық тудыратын болса, сіздер мына сайтпен қолдануларыңыз болады, IP калькулятор бөліп аталады. Мысалы, манағы адрестер тексеріп көрейік. 192, 168, 56 дейтін адрес 24-ші маска еді, қазір көріп тұрсыздар, 25-ші маска, қараңыздар, 128 болып кетеді. Так, 24-ші маска ойсақ, посчитать, да? Сіздерге мынадай бір информация, қараңыздар, бинарный значение. Көрсетпеген 56, мына бізде соңғы 56-ны бөлетін болсақ, соңғы мынадай болып келеді. Мына жақта мынадай сызықшамен берген, яғни адрес, желінің адресін көрсетті, және хостқа бөлінген адресті көрсетті. Биттердің саны, яғни маскалардың биттердің саны 24, мына жақтағы бірлердің саны. Әрмен қарай желінің адресі. Желінің маскасы бізде 255, яғни 16-лық жүйеде коды да көрсетілген.
Сонымен қатар қараңыздар, желінің адресі network 192.168.1.0 көріп тұрсыздар ғой, яғни 0.0.0. Broadcast ширококачательный запрос 255 ке тең. 1.1.1.1. Минимальный хост басталады бізде. Хостинг адресі, минимальный хостинг адресі басталады, бірден басталады, яғни 0-ден бере алмайсыздар, өйткені ол түсінікті желінің адресі болып келеді. Бірден бастап бізде хостинг адресі. Самый максимальный мына желдегі хостинг адресі бізде 254, әрмен қарай 255, бұл бізде broadcast. Сіздер адреске аласыздар, 254 хостқа адрес бере аласыздар. Манағымыз ешқандай қатесі шыққан сияқты. Келесі 25-ші масканы қарап көрейік. 25-ші маскіде қараңыздар, соңғы жағында мыналардың барлығын қарап, ешқандай қызғаныңыз. Соңғысын қарап көрейік. Бродкастты қарайық. 127. Манағы біздің шығарғанымыздың дәл келіп тұр. Бірінші желінің адресі 0. Бірінші желідегі хосттарға адрес бере аламыз. Біздер 126 компьютерге хостқа адрес бере аламыз. Төменгі жағын қарайтын болсаңыздар, 0.127 деп тұр, және 128.255 деп, яғни екі желі пайда болады. Бізде бірінші желі және екінші желі. Бұл желі қай жақтан пайда болып жатыр? Егер сіздерде физикалық желі болатын болса, сіздер осындай маскымен, осындай IP адрестермен сол желіні екі логикалық желіге бөле аласыздар дегенсіз. Мысалы, бұл компьютерлер бір кабинетте орналасуы мүмкін, әртүрлі кабинеттерде орналасуы мүмкін. Мысалы, информатика кабинетін, мысалы, IT кабинеттен қалай бөлектеуге болады. Осындай адрестерді алып. Бұлардың барлығы оңай через маска по сети арқылы бөлектей аласыздар. Немесе мынадай бір ситуациялар болуы мүмкін. Мысалы, сіздердің жұмыс жасайтын мекемелеріңізде компьютерлердің саны 254-тен асып кетті дегенсіз. 254-тен асып кететін болса, онда стандартный бізде маска жетпейді, яғни 24-ші маска жетпейді, өйткені біздер ол маскада 254-ке дейінгі 4-тің өзін қосып алғанда компьютерлерді хосттарды адрестей алады. Сіздердің мекемелеріңізде 300 хост бар, немесе компьютер бар. Ол кезде сіздер ең бірінші оңай жолы масканы азайтасыздар. Масканы азайтатын болсаңыздар, қазір қараңыздар. Сіздер қанша хостқа адрес бере аласыздар? 510 хостқа адрес бере аласыздар. Яғни әрбір маскының бір биті кемеген сайын, желідегі хосттардың адресі 2 есе арта береді дегенсіз. Мысалы, осының алдында 24-ші маскада 254 болатын болса, қазір 510. 256 негізінде 256-тан бір 2 адресті алып тастаймыз. 256-ны 2 еселейтін болса 512, 512-ні 2 адресті алып тастаймыз, 510 дегенсіз. Сіздер қазір 510 адреске, хостқа адрес бере аласыздар дегенсіз. Мына жерде тағы бір ескертетін бір жайт, бізде ондай ситуациялар негізінде өте аз болады, бірақ желідегі бір адрестегі хосттардың көп болуы бұл желінің жұмысына өте қатты әсер етеді. Өйткені желідегі компьютерлер немесе хосттар бір-бірімен қарым-қатынас жасаған кезде бродкаст, яғни ширококачательный запростар өте көп болуы мүмкін. Ширококачательный запрос деп отырмыз, бұл 254, мысалы 510 компьютердің бір-бірімен, бір компьютер 509 компьютермен қарым-қатынас жасау керек деген сөз. Бұл желіні загрузка жасауы мүмкін, нагрузка болуы мүмкін желіге. Сондықтан үлкен хосттардың топтасуын бір желінің ішінде болдырмауға тырысады, және кішкентай подсеткілерге, яғни сабнеттерге бөледі. Әзірше осы барлығын айтқан сияқтымыз. Айтылмаған нәрселер болатын болса, жекемен жазып сұрауларыңызға болады. Жақсы, сау болыңыздар.